Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін Тұрсынай. Мен бүгін сіздермен дәруменге бай және де адам ағзасына өте пайдалы салатын рецептімен бөліскім келіп тұр. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бір пиязымызды алып, ортасынан бөліп, дәл видеода көрсеткендей етіп, бір-бірінен ажырататын боламыз. Пиязымызды бір-бірінен ажыратып алғаннан кейін, қызып тұрған табамызға майымызды құйып, майды қыздырып, үстіне пиязымызды салып қуыратын боламыз. Пиязымыздың түсі қызарғанша әдемі болып қуырылу керек, бірақ күйіп-кетпеуі керек. Сол үшін қозғап тұрамыз. Одан соң қиярымызды алып, дәл видеода көрсеткендей етіп, ұзын-ұзын кесіп алып, және де сопақша етіп турайтын боламыз. Келесі кезекте қызанағымызды екі бөлікке бөліп, сол бір бөлігін алып, тағы да бөліктерге бөлетін боламыз. Салатымыз әдемі ерекше көріну үшін туралу да әдемі болу керек. Келесі кезекте алдын ала жуып тазартылған түрлі түсті бұрышымызды алып, сопақша етіп турап аламыз. Қыздар, менде мына жерде алдын ала пісірілген брокколи мен цветная капуста. Брокколи мен цветная капустаны пісіру үшін брокколиді қайнап тұрған суда 3 минут пісіріп алсаңыз жетеді. Дәл осындай кішкентай бөліктерге бөліп саласыз, сонда тез пісетін болады. Цветная капустаны да дәл солай осындай бөліктерге бөліп алып, қайнап тұрған суда 10 минут пісіріп алсаңыз жетеді. Одан артық көп пісіруге болмайды, себебі езіліп кетеді. Және де қайнап тұрған суға тұз салып пісірсеңіздер, қытырлақ, дәмді болып пісетін болады. Салатымыздың татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз, және де соевой соус қосамыз. Соевой соусты қосқан кезде көп қосуға болмайды. Егер көп қоссаңыз, салатыңыз қап-қара болып, түрі өзгеріп кетуі мүмкін. Салатымызды араластырып аламыз да, және де қызып тұрған майымызды салаттың үстіне құйып, тағы да араластыратын боламыз. Достар, міне сіздермен бірге жасаған салатымыз осымен дайын. Ең бастысы денсаулыққа пайдалы, өте дәмді салат шықты. Жасап көріңіздер, және де видеоның соңында лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма жазылып қойыңыздар.